Перекистің, яғни сутегі асқын тотығының пайдалы қасиеттерін білесіз бе? Сутегі асқын тотығы мүлде қауіпсіз және табиғи антисептик болып табылады. Бұл арзан әрі жоғары әсерлі зат әр адамның дәрілік қобдишасында болуы керек. Сутегі асқын тотығы ерітіндісінің көмегімен тек қана жарақаттарды залалсыздандырып қана қоймай, оны дәстүрлі емес мақсаттарда да қолдануға болады екен. Ол үшін 3% сутегі асқын тотығын қолдану арқылы кез келген дәріханадан оңай таба аласыз. Біріншісі, киімдерді ағартады. Жуылған ақ түсті киімдер мен сүлгілерді 1 стакан сутегі асқын тотығы қосылған суда шайып алыңыз. Бұл уақыт өте келе ақ түсті киімдердің сарғайып кетуінен сақтайды. Сондай-ақ кетуі қиын дақтарды да кетіруге көмектеседі. Ол үшін дақ тиген жерге азырақ ерітіндіден жағып қойып, бірнеше минуттардан кейін щеткамен ысқылап жуып, салқын сумен шайып алыңыз. Екіншісі, аяқтағы саңырауқұлақты емдейді. Бірдей мөлшерде су мен сутегі асқын тотығын араластырып, күн сайын кешке таман аяқтың зеңді аймақтарына жағып қойыңыз. Үшіншісі, мойын ауруын басады. Ұзақ уақыт бойы жайсыз қалыпта отыратын адамдар үшін таптырмас құрал болып табылады. Егер мойныңыз құрысып қалып, мойын бұлшықеттерінде ауырлық сезінетін болсаңыз, орамалды осы ерітіндіге малып, мойныңызға тағып алыңыз. Сыртынан сүлгімен орап қойыңыз. Бұл компрессті 10-20 минут ұстау керек. Ол мойын бұлшықеттерін қыздырып, ауру сезімін жояды. Және де мұрынның бітелуінен қорғайды. Ол үшін 1 ас қасық сутегі пероксиді мен 1 ас қасық газдалмаған минералды суда араластырып, спрей ретінде қолданыңыз. Ауыз қуысының ауруларын емдейді. Ауыз қуысында орналасқан жара мен ауруларды емдеу үшін 10 мл сутегі тотығын аузыңызға құйып 5 минут ұстаңыз. Жұтып қоюға болмайды. Осылайша сіз ауыз қуысын тазалап қана қоймайсыз, тісіңізді бірнеше тонға ағартып, тіс қағының пайда болуынан да сақтанасыз. Дүкенде сатылатын ауыз қуысын шаюға арналған құралдардың орнына ерітіндіні пайдаланған дұрыс. Оны кәдімгі тіс пастасына қосып, араластырып қоюға да болады. Линзаларды залалсыздандырады. Кейде дәріханадан алатын линзаларды дезинфекциялауға арналған ерітіндінің орнына сутегі асқын тотығын пайдалануға болады. Ол линзаға жиналып қалатын заттардың құрамын бұзып, залалсыздандырады. Және де ең бастысы үй жинауды жеңілдетеді. Аталып кеткендей қасиеттерінен ақ сутегі асқын тотығының микробтарды жоятын байқаған боларсыздар. Оның кішкентай мөлшерін шүберекке сеуіп алсаңыз, немесе тазалауға арналған құралға араластырып қоятын болсаңыз, терезе, әйнек, айнаны жақсы тазартады. Және де тамақ ауруын басады. Тамағыңыз қатты ауырып жатқанда 2-ден 1, яғни жарты ас қасық жылы сумен 4-тен 1 ас қасық сутегі асқын тотығын араластырып, жақсылап тамағыңызды шаясыз. Сутегі асқын тотығы ауру басатын бактерияларды жоятындықтан, осылай тамақты шаю, тұмау, жөтелдің де алдын алады. Және де соңғысы 1-2 тамшы сутегі пероксидін жылы сумен араластыру арқылы құлақты тазалауға болады. Ол үшін құлақ тазалауға арналған таяқшаны ерітіндіге батырасыз да 1-2 тамшы сутегі пероксидін жылы сумен араластырасыз. Сосын әдеттегідей құлағыңызды тазалайсыз. Осылайша көп уақыттан бері жиналып қалған құлықты оп-оңай шығаруға болады. Сондықтан да сутегі асқын тотығы дәрілік қобдишаңыздан тастамағаныңыз абзал.